Сәлем, менің арнама келген барша достар. Бүгін Pindoda сайтынан алынған қыстық киімдерге распаковка жасайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Бұл қыстық комбинезон. Қызыма алдым, өте жақсы келді. Pindodaдағы бағасы 10.595 теңге, доставка бағасы 2.482 теңгеге шықты. Жаңа пост арқылы алдырдым. Доставкасы 13 күнді құрады. Өте жақсы тігіліпті. Жіптер шығып тұрған жоқ, материалы жақсы. Әрбір товардың астында карточка сипаттамасы болады. Міндетті түрде соны қарап шығыңыздар. Бренд атауы көрсетілген. Іші утюнипух, яғни үйрек мақтасынан тігіліпті. 81-90%-ға дейін іші мақтаны құрайды. Бұл біздің шығыстың аязына өте жылы болады, әрі балаға жүруге, киюге өте ыңғайлы. Жеңіл екен. Қалай қысық куртканы дұрыс таңдау қажет, сол жайлы келесі сабақта айтатын боламын. Фишкалармен бөлісемін, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қытайлар тіпті ілгішіне дейін ойластырып тігіпті, өте жақсы куртка. Бізде мұндай курткалар 25 мыңнан ары қарай тұрады. Екіншісі бұл қыстық ботинка. Бағасы 5785 теңге. Доставка бағасы 902 теңгеге шықты. Әрине бұл табиғи кожа емес, сырты микрофибра. Асты резеңке, су өткізбейді. Аяқ киімді таңдаған кезде баланың аяғын сантиметр лентамен өлшеп алыңыздар. Мен ішкі размері 14, сыртқы размері 21 размер деп заказ бердім. Бұл 1 жастағы балаға 2 сантиметр артық қылып алдым. Қалың носкимен тура шақ келді. Қыстық шарфы бағасы 1157 теңге. Доставка бағасы 458 теңге. Енді өте қалың екен. Таза жүннен 96-100% жүннен тігіліпті. Мен видеода қарасаңыздар, бұл өте қалың жылы болады. Және бұл оригинал товар. Қыстық қолғап бағасы 1298 теңге тұрады. Доставка бағасы 225 теңге. Бұл қолғапта өте жылы жүн. Минус плюс белгісі, яғни сапасына гарантия береміз деген белгісі бар екен. Және де қыстық шапка. Бағасы 1287 теңге. Доставка бағасы 451 теңгеге шықты. Жылы 81-90%-ға дейін хлопоктан жасалыпты. Балаға киім алған кезде міндетті түрде мақтама және де мақтаның қарым-қатынасы пайыздық үлесі қанша, яғни хлоп, соны қарап алыңыздар. Себебі синтетика баланың терісіне жағымсыз әсер етіп, аллергия шақыруы мүмкін. Размері 46-дан 52 сантиметрге жүреді. 1 жастағы балаға тура дәл келді.